Семейдің іргесіндегі Жарқын ауылының тұрғындарынан маза қашты. Жиналған жұрт ауада қалып, жапанда қалған жалғыз үйдің күйін кешуде. Себебі елді мекен не жаңа Семей, не Семей қаласының құрамына енбей қалған. Бүкіл әкімге айттым, бәрі Берговариға да Әділен Қожабаевқа да айттым. Я всем говорила, менде бәрі сұрақтар, менде былай Жеке қабылдауына кірдіңіз? Кірдім, неше кірдім. Аха, не деді? Не деді, келеміз, мына тұрған 8 километр Жарқын, ол түкті емес, барамыз деді. Тұрғындар баспанасын рәсімдей алмай, қарапайым тіршіліктің өзінде қиындық көріп отыр. Мәселен, Мақпал Бекенова үйін сатып қалаға көшуді жоспарлаған екен. Алайда жаңа қожайындар құжат рәсімдеу кезінде баспананың еш жерде тіркелмегендігін айтып, қайта хабарласқан. Ақшасын сол жерде санап қайтарып бердік, атқа жасағаннан кейін 8 миллионға саттық. 8 миллионды қайтадан 10 күн ішінде қайтарып бердік. Сосын қолымызға. Ол кісілер ренжіген жоқ па, әлде түсінді ма осылай? Түсінді. Біз басында соттастық. Сотқа дейін бардық. Жоқ, жаңағы немен. Сонымен соттастық. Соны айтты, біз түк істей алмаймыз, сотта саласыздар деді. Сотқа заявление жаздық, соттан бізге отказ келді. Сіздердің үйлеріңіз ешқай жерде базада да жоқ. Өздеріне керек кезде бізді шақырып алады. Налог төле, анау деген кезде біз Жарқын халқы бармыз да, ал енді өзіміздің үйіміз сатуымыз керек, анау деген кезде біз Жарқын жоқпыз. Соңға барамыз, ешқайда жоқсыздар сіздер дейді. Жаңа Семейде дейсіздер, жаңа Семейге барсақ сіздер қалада сіздер, сөйтіп анда емес, мында емес, екі жақта жүрміз. Ешқайда жоқпыз. Одан мына елдің хозяйствоның мал артық бізден. Құлақтарында сырғасы бар, анау ананың малы, мынаның малы дейді. Біз ешқайда жоқ адамбыз, озықтағы адамдарымыз ғой.